Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздермен осындай капкейк тәттілерін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сүтімізді құямыз. Өлшенген сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерді біріктіретін боламыз. Ол үшін електен өткен ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, сұйық массаның үстіне тағы да електен өткізе отырып салатын боламыз. Ұнның барлығын бірден салмаймыз. Бөліп-бөліп, 2 немесе 3 бөлікке бөліп, міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Және венчиктің көмегімен ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап қамырымызды араластырамыз. Міне бізде осындай масса шығуы керек. Енді қамырымызды арнайы осындай капкейктерді пісіруге арналған ыдыстарға орналастырамыз. Егер сізде бұндай ыдыстар болмаса, кәдімгі кекс пісіретін ыдыстарға орналастырып пісірсеңіз болады. Видеода көрсетілгендей етіп ыдыстарға жарты-жартыдан салатын боламыз. Себебі біздің капкейктеріміз пісу барысында көтеріліп, ыдыстың сыртына шығып кетпеуі қажет. Енді барлық капкейктерді салып болғаннан кейін пешімізде пісіріп алатын боламыз. Міне капкейктер осылай пісіп шықты. Сап-сары әдемі болып. Енді капкейктерге арнап крем дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ірімшігіміздің үстіне қант ұнтағын салып 1-2 минуттай араластырып аламыз.
Үстінен салқын кілегейімізді құйып, миксердің көмегімен жай жылдамдығынан қатты жылдамдығына дейін көтере отырып араластыратын боламыз. Міне креміміз қоюлана бастады. Осылай өз формасын жақсы ұстап тұратын крем пайда болады. Енді капкейктерімізді осы креммен әрлейтін боламыз. Міне осындай әдемі, сүйкімді біздің тәттілеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Менің келесі видеоларымда кездескенше аман, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған әдемі. Келесі кездескенше сау болыңыздар.